Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен мастикадан сәукеле, білезік, сырға дайындайтын боламыз. Мен дайын торттың үстін әдемілеп безендіріп қойдым. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге қағаздан осындай конус формасын дайындап аламыз. Ол бізге сәукелені дайындауға керек болады. Мастикамен жұмыс жасаған кезінде қолыңыз және жұмыс орныңыз таза болу керек. Мен Пакнар фирмасының мастикасын қолданамын. Сіздер кез келген мастикамен жұмыс жасасаңыз болады. Мастикамен жұмыс жасаған кезінде жабысып қалмас үшін біз жүгері крахмалын қолданамыз. Міндетті түрде жүгері крахмалын қасыңызға алып қойыңыз. Мастиканы пышақтың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен осылай бөліп аламыз. Кейін артық мастиканы орап, бетін жауып қоямыз. Себебі кеуіп қалған мастиканы жаю, жұмыс жасау өте қиын болады. Сәукеле дайындайтын мастикамызды осылай тығыздап, бір-біріне біріктіріп аламыз. Кейін жүгері крахмалын себе отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей дайындасаңыздар болады. Кейін қағаздан жасалған сәукелемізді үстіне қоя отырып, осылай мастикамызды айналдырып, қолымыздың көмегімен ақырын түзетіп басамыз. Қатты қысып бассаңыз, қолыңыздың іздері қалып қояды. Ақырын осылай қолымыздың көмегімен түзетіп, пышақпен артын кесіп, артық мастиканы алып тастаймыз. Шетіндегі артық мастикаларды да пышақтың көмегімен кесіп, алып тастасаңыз болады. Тағы да бір бөлік мастиканы алып, оқтаудың көмегімен ұзыншалап жаямыз. Ол бізге сәукеленің маңдайшасын жасауға керек болады. Мастикамен жұмыс жасау өте оңай. Кәдімгі еңбек сабағындағы ермек сазбен жұмыс жасаған сияқты дайындай бересіз. Дайын болған жолақты осылай қолымыздың көмегімен өлшей отырып, жабыстырып аламыз. Егер де мастикаңыз жабыспайтын болса, кәдімгі кисточкамен су арқылы жабыстырсаңыз болады. Енді сәукеленің оюларын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай оюы бар форма керек. Кейін мастикамызды алып, форманың үстіне жүгері крахмалын себе отырып, осылай мастикамызды орналастырамыз. Жүгері крахмалын міндетті түрде себеміз, себебі формадан мастикамызды алған кезінде ол формасын жоғалтуы мүмкін. Сол себепті жүгері крахмалын себе отырып, осылай мастиканы орналастыруымыз керек. Әзірге бөлме температурасында оюымыз кеткенше білезік дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай мастиканы алып,
ұзынша жолақ етіп, оқтаудың көмегімен ысып аламыз. Кейін ақырын осылай майыстырғанда міне білезіктің бейнесі шыға келді. Кейін формадан осындай оюларымызды шешіп аламыз. Ең бірінші сырға дайындаймыз. Ол үшін бізге мінекей өзіңіздің фантазияңызға байланысты оюдың көмегімен сырға дайындап аламыз. Кейін қалған оюларды қайталап, ою санын көбейтеміз. Ол бізге сәукелемізді және білезігімізді әсемдеуге керек. Енді қалған мастикаларымызды осындай домалақша етіп дайындап аламыз. Ол бізге тортымыздың шетін сәндеуге керек болады. Енді міне оюларымызды мастиканың үстіне орналастырамыз, яғни сәукеле мен білезікке. Орналастыру барысында міне кисточка мен судың көмегімен жабыстырамыз, себебі мастикамыз кеуіп қалған кезінде оюларымыз жабыспай қалуы мүмкін. Және де суды көп мөлшерде жақпаймыз, себебі мастикаға көп су жағылатын болса, ол оюымыз сырғып тайып түсіп кетеді. Ендігі кезекте оюларымызды бояйтын боламыз. Ол үшін бізге кондитерлік дүкендерде сатылатын кондурин керек. Мен жылтыр түсті кондуринді қолдандым. Кондуриннің барлығын араластырмаймыз. Мен кисточканың көмегімен бір батырып алдым. Кейін соның үстіне 1-2 тамшы спирт тамызып, осылай сұйылтып араластырып алдым. Кейін егерде бояп жатқан кезінде кондуриніңіз таусылып қалса, осылай керек мөлшерде ғана алып пайдалансаңыз болады. Мастиканың шетіне тигізбей, керекті оюымызды ғана осылай кисточканың көмегімен бояп аламыз. Және де кез келген кисточка қолдануға болмайды, онымен боялмайды. Міндетті түрде кондитерлік кисточка болуы міндетті. Осылайынан кондуриннің көмегімен сәукелемізді, білезігімізді және де сырғамызды жылтыратып, әдемілеп бояп алдық. Кейін дайын болған сәукелеміздің үстіне әдемі үкіні орналастырып, құрғақ және таза жерде 1 ай уақытында сақтауға болады. Дайын болған сәукелелерімізді осындай әдемі торттың үстіне қойып, кешіміздің ең дәмді әрі әдемі торты ретінде ұсынсаңыз болады.